Сәлем достар, сіздермен бірге Айжан және де менің арнама алғаш болып келіп отырсаңыздар, онда өзімді таныстыра кетейін. Менің атым Айжан, менің жасым 26-да, бір балам бар, отбасым бар, жанұям бар. Қазірде Тараз қаласында тұрып жатырмын. Арнамда саяхат туралы видеолар жүктеп бастадым. Менің Стамбулға, Нью-Йоркқа, Американың қалаларына барған саяхаттарымды көре аласыздар. Кішкене арнамда ақтарып отырсаңыздар, плейлисттер бар арнайы. Сондай-ақ бьюти, фэшн бағытында неше түрлі видеолар түсірген болатынмын. Көбінесе влогтар да түсіремін. Өзімнің өмірім жайлы сіздермен бөлісемін. Сол себепті қызық болса, менің арнамда қалыңыздар, жазылыңыздар. Басқа да жаңа видеолар шығып жатса, сіздерге сондай хабарлама келіп отыратын болады. Ал енді мен сіздермен өте көп болды осылай отырып әңгімелеспегеніме, бір пайдалы ақпарат айтпағаныма. Сол себепті бүгінгі видеоны тақырыбына байқап отырғандарыңыздай позитивті өмір сүру жайында болады. Біздің көптен еститін нәрсеміз ол позитивті болу керек, өмірде сондай позитивті адамдар жеңеді дейміз. Ал жалпы сол нәрсені қалай шын мәнісінде өмірімізге енгізсек болады? Қалай өзіміз сондай позитивті адам бола аламыз? Сол жайында бүгін сіздерге видео. Қазірде позитивная психология өте қатты, қарқынды дамып жатыр. Меніңше өте керемет. Мысли материальный дейді. Осындай ойды да естіген шығарсыздар. Яғни біздің ойларымыз ол жайдан жай біздің басымызға келіп кетіп қалатын кезекті бір сондай сөздер емес. Ол шын мәнісінде біздің өмірімізге бір ықпалы болуы мүмкін. Егер де ол ойды сіз күннен күнге сол нәрсе ойлай берсеңіз, ешкімге айтпасаңыз да, тек қана ол сіздің басыңызда болса, ол нәрсе сіздің өміріңізге келуі мүмкін. Сол себепті тек қана сөйлейтін сөздерімізге емес, ойлайтын ойымызға да негізі назар аударуымыз керек екен. Өйткені мысли материальный. Яғни сіздер бір нәрсе болады деп, оған тіпті сезімдеріңізді, эмоцияларыңызды қосып, сол жайында айтпай, тек қана сол жайында ойлап жүрсеңіз, ол міндетті түрде сіздің өміріңізде болуы мүмкін. Ол ойларымызды біз қалай позитивті арнаға бұра аламыз, қалай негативтен арыла аламыз, сол жайында сөйлесейік. Жалпы өзімнің өмірімнен алатын болсам, менің өмірімнің кезеңдері кейбір мен минус пен плюс мынандай бір түзулік болса, бұрында алгебра, геометриядан өтетінімізде сол жерде минус пен плюс бар, иә. Менің өмірімнің кейбір кезеңдері мен өзімді бір жайсыз, көңіл күйім болмай, ештеңеге зауқым болмай, сондай бір жалқау болып, сондай кезеңдерде мен өзімнің өмірімнің ақырын минусқа қарай кетіп бара жатқанын сеземін. Ондай кездер сенің ештеңе істегің келмейді, ешкіммен сөйлескің де келмейді. Жалпы сондай бір аморфное состояние дейді ғой орыстарда, сондай кезеңдер болады, иә. Оған неше түрлі факторлар әсер етуі мүмкін. Ол жайында айтамыз. Минустан кішкене плюсқа қарай жүретін болса, онда болды. Сіз бір нәрсеге шабыттанасыз, сіздің көңіл күйіңіз көтеріңкі, сіз таңертең тұра салып, ұйқыдан төсекте жатпай, тағы да бір сағат ұйықтайыншы демей, басыңызды көтере салып, бір жерге кетесіз. Мысалға, кішкентай кездеріңізде, мысалға менде сондай болатын, жаңа жыл қарсаңында сондай кездер, немесе жазда жылы жерге барып саяхаттаған кезде сен төсекте жатпайсың ғой, мысалы бір жерге барсаң, иә, көлдің жағасына барсаң, сен тұра салып тезірек таңертең болса екен деп тұрған кезде де күліп оянасың. Ой, бүгін қандай күшті күн болады деп, мысалы, сондай күтіп сол күнді. Сондай бір күшті адам көңіл күйде жүреді. Неге біз сол көңіл күй тек қана отпускаға шыққанда, сол жазға бір жерге барғанда, немесе бір мейрамдардың қарсаңында ғана болады. Егер де сіз бір жетістікке жетем десеңіз, егер де сіз өмірімді өзгерткім келеді десеңіз, онда сол состоянияны, сол жаңағы көңіл күйді жаңа бір мереке қарсаңындағы бір сондай күшті нәрсе болады, бүгін сондай күшті күн деген көңіл күйді сіздер күн сайын өздеріңіз автоматты түрде ішіңізде сол сезімді ояту керек екен. Ол үшін бірнеше амал тәсілдер бар. Оны қалай оятамыз? Мен өзімнің өмірімде қолданатын. Мен айта алмаймын, мен енді 100%-да тек қана сондай бір күшті көңіл күйде жүремін деп. Жоқ, менде де өте көп болады сондай кезеңдер. Минусқа кетіп қалатын кезеңдерім болса, мен өзім ішімнен біліп жүремін, қай жерге дейін барады екенмін. Әйтеуір бір точкасына, бір нүктесіне жеткен кезде мен айтам, болды, осы жерге дейін тоқтай жан, кішкене болса да көңіл күйің болған жоқ, енді қайттан сол плюс состояниеге дейін барайық деп
өз-өзімді қолға аламын. Өмір деген сол, ешқашан сіздер сол плюс жақта жүре алмайсыздар. Ол анық факт. Сіздер минус жаққа да кетесіздер, бірақ ол кезде өз-өзіңізге сондай есеп беріп жүріңіз. Жарайды, мен өз-өзіме сондай кішкене минус состояниеге кетуге рұқсат берейін, кішкене жүре тұрайын, бірақ ол жерде тұнып кетіп қалмайсыздар. Бір күні қолдарыңызға өз-өздеріңізді алып, қайттан сол плюс жаққа қарай жүру керек болады. Плюс жаққа бізге алып баратын қандай нәрселер? Бірінші физиологиядан бастайық. Қандай да біз бір кітап оқымасақ, қандай да бір ойларды ойлап, бір философиялық ағымдарға бармасақ та, біз жай ғана ағзамыз, біз адамбыз. Біз физиологиялық тұрғыда осындай бір жаратылыспыз. Физиологиямызды сыртқа шегіндіріп тастауға болмайды. Тіпті бірінші кезекте сол физиология жағын ойлау керек, өйткені барлығы да байланысты. Біріншіден ең қарапайым нәрсе, егерде сіздің көңіл күйіңіз болмаса, бүгін бір сондай депрессия немесе басыңыз ауырып тұрса, ол ең бірінші қарапайым дүние, ол су ішу. Бұл нәрсені көп адамдар біледі, біздің ағзамыз 80% судан тұратын біледі, бірақ көп адамдар неге екені сол нәрсені жасамайды. Сол нәрсені суды ішпейді. Мен де өзім сондай кезеңдер болады. Бір жақсы су ішіп жүретін кездер болады, бірақ одан кейін мысалға бір жерге жолға шығып кетесің, сондай бір ситуациялар кезінде енді суды көп ішетін мүмкіндігің болмай қалған кезде ұмытылып кетеді да, содан кейін сол нәрсе ұмытылып мүлде су ішпейтін кездерің болып кетеді. Одан кейін қайттан бастайсың су ішіп, өзіңді қадағалап отырасың. Бұл жайында сіздерге көп нәрсе айтпай қояйын, судың маңыздың, судың сіздерге қажет екенін өздеріңіз де білесіздер, оқығанда шығарсыздар. Сол себепті менің бір айтатын пайдалы дүнием, ол Water Balance деген приложение бар. Телефондарыңызға жүктеп алсаңыздар болады, тегін түрде. Сол жерде өздеріңіз су көлемін қадағалап отыра аласыздар. Сол нәрсе маған өте қатты көмектесті. Бір дүниені өзіңіздің өміріңізге кіріктіру үшін соның пайдалы жағын көп оқи беру керек. Сол нәрсе де дұрыс. Мен мысалға су ішу жайында көптеген мақалалар оқитынмын, басқа да адамдардың айтатынын, соның барлығын оқып, әйтеуір өзің бір қадам жасайсың. Сол себепті су ішу сіз үшін өте маңызды, соны қолға алыңыз. Келесі физиологиямыз, ол ұйқы жайында. Адамға күніне 6-7 сағат ұйықтау керек дейді, ол өте пайдалы. Кейбір яғни гениялар болады, 4-5 сағат қана ұйықтап жүре алатын. Мысалы, кейбір адамдар болады, олар түнгі 3-4-ке дейін жүреді. Мен мысалы өзім жеке сондай адам білемін. Түні бойы ұйықтамайды, таңертең ғана бір 6-7-лерде ұйықтайды да, 11-ге дейін ұйықтайды күндіз. Содай 11-ден бастап қайттан өмір сүре бастайды. Енді ол әркімнің өзінің таңдауы, неше түрлі ғылыми зерттеулер де бар. Мысалы, түнгі 12-ге дейін ұйықтау керек дейді. 10 мен 12-ның арасында өте жақсы адам үшін, яғни ұйықтаса, сол уақыт адамның ағзасы регенерация дейді ғой, өз-өзін емдеу процесі өте жақсы жүреді дейді. Айта алмаймын тек қана осы уақыттан осы уақытқа дейін ұйықтаңыздар деп, бірақ мен өзімнің жеке басым сол 9-10-дарға қарай ұйықтасам, таңертең ұйқым өте жақсы қанып тұрады. Келесі физиологияға келетін бір дүние, ол спорт. Спорттың пайдасы туралы да білесіздер, бірақ көп адам оны жасамайды. Жай ғана жаттығулар, таңертеңгі жаттығулар негізінде өмірімізде өте үлкен өзгеріске алып келуі мүмкін. Өйткені адам спортпен айналысқан кезде оның ағзасында дофамин деген элемент бөлінеді, ал ол тікелей түрде адамның миының жұмыс істеуіне әсер етеді. Адам өзімен өзіне ұнай бастайды спортпен айналысқан кезде. Кішкентай кезімнен әйтеуір бір нәрсемен айналысып жүрмін. Кішкентай кезімде талай биге де бардым. Одан кейін үлкейе келе студенттік кезде міндетті түрде йогаға барып жүретінмін. Неше түрлі әйтеуір бір фитнестерге барып жүретінмін. Бірақ соңғы кезде дәрмен туылғаннан кейін, босанғаннан кейін спорт мүлдем қойып кеттім. Және де жақында ғана қайттан бастадым. Және де бастаған кезде бұл мен үшін жетіспей жүрген не нәрсе екенін сол кезде білдім. Ол спорт. Спорт тек қана арықтау үшін емес. Дәрмен еміз болғаннан кейін өте қатты арықтап кеттім. Бірақ сонда да спортты бастадым. Және тек спортты бастағаннан кейін ғана мен кішкене ет ала бастағанымды сезіп жүрмін. Сол себепті спорт тек қана арықтау үшін ғана емес, ол шын мәнісінде денсаулығыңды сақтау үшін. Саған тонус береді, саған бір элементтер береді миыңа.
жаңағыдай дофамин сияқты элементтер бөлінген кезде оны сен басқа жерден ала алмайсың, оны сен тек қана спорттан аласың. Спорт дегенде де ол тек қана залдағы бір үлкен тренажерный құрылғыларда айналысу емес. Спорт дегеніміз сол жүгіру, жаңағыдай жүзу, тек қана таңертеңгі жаттығулар да болсын. Дәрмен қазір балабақшаға барып жүр. Балабақшаға бармаған кезде біз тек қана далада шығып, аулада қандай жаңағыдай ойын нелері бар, құрылғылары бар, соның өзіне мен спорт жасайтын. Соның өзі маған өте жақсы әсер ететін. Спорт жайында өзімнің қандай жаттығу жасайтын жайында бөлек мүмкін видео түсіретін шығармын. Егер де сіздерге керек болып жатса, жазыңыздар комментарийге. Осы жерге қоса кететін нәрсем позитивті болуға байланысты, ол біздің түр келбетіміз. Егер де біз өзімізді 100% сезінбесек, сол күні, мысалға бүгін дейік, онда біздің көңіл күйімізде кішкене нашарлау болуы мүмкін. Ол дегеніміз күн сайын боянып, күн сайын жаңағыдай укладка жасап жүру деген емес. Қай қалпыңызда өз-өзіңізге деген керісінше махаббатташу. Қазірде енді кішкене де болса, табиғи сұлулық сәнге кіріп бара жатыр. Құдайға шүкір. Кірпік жабыстыру немесе қас татуаж жасау деген сияқты нәрселер кішкене артқы планға кетіп бара жатыр. Қазірде барынша максималды түрде табиғи болу, максималды түрде жаңағыдай қарапайым сұлулық деген түсініктер сәнге кіріп жатыр. Енді ол батыста, Европада бұрыннан бері бар нәрсе, ал бізге меніңше келе жатыр сол. Кірпік жабыстыруға немесе қас жасауға қарсымын деп айта алмаймын. Мен бұрында да өзім жасайтын кірпік жабыстыру, бірақ соңғы бір жыл, 2 жыл мүлде жасамай кеттім. Маған өзіме осылай ұнайды. Және де өзіңнің түр әлпетің қалай ұнаса, өзгелерге де ол солай ұнай бастайды. Тағы да мынандай бір нәрсе байқадым. Жас кезіңде, 19-20 жас кезіңде боянсаң, ол саған өте жақсы. Яғни бір жарасып тұратын сияқты. Ал жасың өте келе, енді мен қазір 26-ға толдым. Қазірде күндіз осындай макияж жасап бір жерге шықсам, ол меніңше керісінше саған бір жас қосып тұратындай, сені бір кішкене картитіп көрсететіндей. Сол себепті меніңше адамның, қыз баласының жасы өскен сайын керісінше макияжды азырақ қолдану керек сияқты. Келесі нәрсе ол тамақтану. Тамақтану да өте біздің көңіл күйімізге қатты әсер етеді. Осы жайында да мен қазір соңғы кезде өте қатты зерттеулер жасап жүрмін өз басыма, көп материалдар оқып жүрмін, өзімнің тамақтану жоспарымды кішкене өзгертіп жатырмын. Өйткені шыны керек, оның барлығы тек қана арықтау үшін емес, менің бірінші проблемам бет терісінің күтімі. Менің бетім ешқашанда таза, 100% таза болған емес. Ол шындық, өйткені білмеймін, сондай болып туылған шығармын. Әрдайым мен онымен әйтеуір қалай да болса күресіп келе жатырмын. Бір кездері кішкене босанғаннан кейін жақсы тазаланып, сондай бір әдемі болып қалған кезеңдері бар. Ал жалпы сол жасөспірім кезімнен бастап, қазірге дейін әрдайым әйтеуір сондай бір нәрселер менде шығып отырады. Сол себепті қазір 26-ға келдім, өз-өзіме жауапкершілік алатын кез келді. Соның барлығын бастауы әрине тамақтану. Қазірде соның барлығын қолға алып, көп нәрселерге тыйым салып, ол тек қана өмір бойы тыйым салады деген сөз емес, бетім түзелгенше дейін кішкене тыйым салып, соны көрейін деп жатырмын. Қызық болса бұл тақырып сіздерге, егер де сіздерде де мүмкін сондай проблема болса, онда бірге күресейік. Мен қазір де бастадым. Ол ең бірінші кішкене шет жағасын айтатын болсам, ол сүт өнімдерінен бас тарту. Өйткені сүт өнімдері тек қана сүт емес, ол барлық сүт өнімдері, айран болсын, йогурт болсын, сондай нәрселердің көбісі сол акнелерді, яғни безеулерді қоздыратын дүниелер екен. Әрине ол кішкентай балаларға өте пайдалы сүт деген, ал ересек адамдарға, адамның жасы ұлғая келе, сол сүттегі лейцин деген элемент ол адамның сол акнелерін қоздырады екен. Меніңше, менің өзімнің ойым қазірде маған сол нәрсе мүмкін, шынымен де сол нәрсе қоздырып жүрген шығар. Өйткені мен сүтті былай көбінесе ішпесем де, енді таңертең міндетті түрде мысалға кашаны жеймін сол сүтпен, одан кейін йогурт өте көп жеймін, мороженое өте көп жеймін. Оның барлығы яғни сүтті өнімдер. Онымен қоса сыр жеймін көп, ірімшік, сүзбе жеймін. Былай қарап тұрсаң, пайдалы нәрселер болғанымен де, бет күтіміне келетін болса, бұл нәрселер зиян болуы мүмкін. Сол себепті сондай эксперимент жасап жүрмін. 1-2 апта болсын, 1 ай болсын, сол нәрседен кішкене бас тартып,
көрейін деп. Шын мәнісінде ол маған әсер ете ме, әсер етпей ме? Енді қант ол айтпаса да белгілі, қантты өнімдер, жаңағыдай шоколад, пирожный деген. Шын мәнісінде өзім соңғы кезде сондай нәрселерді көп жеп кеттім. Чипсы одан кейін. Супермаркетқа кірсем, менде сондай бір өз-өзімен күрес басталады. Мына чипсылар тұрады, бері келемін да, бір сағат ойланып тұрамын. Бұл маған керек пе? Мына жерде шынымен де оң жақтағы періштемен жаңағыдай сол жақта жаман айжандар күреседі. Ал жарайды, ала сал, ол тәтті ғой дейді. Одан кейін жоқ, сен бетіңді ойла деп. Әйтеуір күресіп, мен алмай, өз-өзіме солай қазір қуанып жүрмін. Жарайды, бірақ дана ғой деп мысалға жейтін нәрселеріңіздің өзі, кейбір нәрселер ол қанның құрамында ұзақ сақтауы мүмкін. Өйткені біз тамақ жеген кезде біз негізі өзіміз емес, біздің ағзамыздағы клеткалар тамақтанады. Ал клеткалар жаңағыдай фастфуд, чипсы, фри деген нәрселермен тамақтанбайды. Оларға жаңағыдай витамин керек, аминокислоты керек, басқа да ферменттер керек, минералды заттар керек. Ал ол нәрсе жаңағыдай синтетикалық тамақтардан сіздер ала алмайсыздар. Ондай нәрсе тек қана біздің аузымыздағы тіліміздегі рецепторларды қанағаттану үшін және де қарнымызды тойдыру үшін асқазанды былай толтырып қою үшін ғана жейтін тамақтар негізі. Пайдалы тамақтарға көшкен абзал. Өйткені оның барлығы сіздің көңіл-күйіңізге әсер етеді. Шынымен де тойып тамақ ішкеннен кейін сіздер білесіздер, бір жарты сағаттан кейін сіздер ұйқыларыңыз келеді, одан кейін бір есіне бастайсыздар, ұйқым қанбады деген сияқты. Ал дұрыс тамақ ол керісінше адамға энергия беру үшін негізі жаралған. Ал дұрыс тамақ дегеніміз ол жидектер, жеміс-жидектер, көкөністер, өте көп көкөніс жеу керек. Ол жайында да міндетті түрде бөлек видео түсіру керек сияқты. Жаңағы мен өзімнің экспериментімді жасау арқылы сіздерге соны түсіре жатармын. Қазірде енді правильное питание дейді ғой, ПП. Ол өте сәнге айналып келе жатыр. Оған да мен өте ризамын. Өйткені шынымен де егер де біздің қоғамымыз сондай салауатты өмір салтын ұстанса, дұрыс тамақтанса, спортпен айналысса, меніңше ол тек қана жақсы нәрсе. Инстаграмда да өте көп ақпарат бар, жаңағыдай правильное питание туралы, спорт туралы, басқа да нәрселер туралы іздеп қарап көрсеңіздер болады. Ұзақтау болып кеткен шығар, бірақ осының барлығы біздің физиологиямыз. Біздің көңіл-күйімізге де байланысты. Сол себепті осы нәрселерді ұстап жүрсек, біздің көңіл-күйіміз ақырын минустан плюсқа қарай жылжи бастайды. Енді жалпы өзімізге не көмектеседі? Маған әрдайым self-help book, өзің көмектесетін кітаптар көмектеседі. Ол мысалы позитивная психология болсын, бір жетістікке жету жайында мотивациялық кітаптар болсын. Әйтеуір сондай жақсы біреулер жаңағыдай рекомендация жазған, көпшілік адамдар оқыған, сондай көпшілігіне ұнап жатқан кітаптар мен міндетті түрде өзімде алып оқимын. Солардың көбісі маған әрдайым көмектеседі. Менің инстаграмыма кірсеңіздер, ол жерге мен бөлек пост жазғам. Сондай позитивный психология жайында кітаптар, қандай кітаптарды мен оқып, және де қай кітаптар маған шын мәнісінде әсер еткен жайында менің инстаграмыма кіріп іздеп көрсеңіздер болады сол пост. Жаңағыдай минусқа кетіп қалған кездері ол менің кітап оқымайтын кездерім екен. Мен өзіме қазір сондай анализ жасап отырсам, мен әйтеуір бір сондай кітап алып оқып жүрген кезде мен әрдайым менің көңіл-күйім плюста жүреді. Өйткені мен сол кітаптың ішіндегі ойларын іске асырғым келеді. Бір өмірге деген бір мотивация пайда болады, бір мақсат қойып, соған жеткің келіп, яғни сондай бір позитивті дүниелерді ойлай бастайсың. Ал сол бір кітап оқып болғаннан кейін болды, біразға дейін сол кітапты оқымай, немесе мүлде кітап оқымай кетсем, болды, менің өмірім ақырын сол минусқа қарай жылжып бара жатады. Сол себепті әрдайым өзіңіздің миыңызға жаңа бір сондай ой беріп отырыңыз, ой тастап отырыңыз. Соңғы оқыған кітабым ол Қуаныш Шонбайдың "Екінші болма" деген кітабы. Инстаграмға өзімнің пікірімді де жазғам. Енді ол жерге қысқаша түрде жаздым. Ал жалпы айтатын болсам, біздің білген, енді көп адамдар егер де оқыса, батыстың авторларын, ресейлік авторларды, онда сол жерлердегі ойларға шын мәнісінде басқаша қырда қараған Қуаныш мырза. Қазақша менталитетпен, өзімізге жақын нәрсемен, шын мәнісінде менің өзім былай қарап, мысалға жетістік дегеннің өзі қазақтар үшін ол быть успешным, жетістік деген кішкене жақын ұғым емес дейді. Қазақтар үшін, біз үшін, біздің менталитетіміз үшін ол бір нәрсені жеңу, яғни жеңіске жету деп айтсаң, ол саған
қатты жақындау дейді. Шын мәнісінде де бізде мысалға жеңіс, мысалға осы нәрсені жеңсем екен деген осының өзі жетістік дейді. Тек қана жетістік деп қана айтатын болсақ, ой жетістікке жет деп. Бізге ол кішкене жақын болмауы мүмкін. Зиян бір нәрселерден жең, өмірге мынандай белестерді қойып, соны жеңе біл деп айтатын болса, онда сол нәрсе бізді кішкене қоздыра бастайды. Я, мен жеңіске жеткім келеді деген сияқты. Сондай бір неше түрлі ойлар маған өте ұнады, оқып көріңіздер. Осындай кітаптарды үзбей оқу керек. Бір кітапты бітірдіңіз ба, келесі кітапқа көшіңіз. Ол кітапты бітірдіңіз, одан кейін келесі кітапқа көшіңіз. Солай сіз жақсы кітаптар тізімін жасай бастайсыз. Және де осындай кітаптардан неше түрлі әдіс тәсілдер алуға болады. Мысалға, благодарность дейді, walk of gratitude. Мысалға, жүріп отырып, өзің осы өмірде неге алғыс айтатынды, неге рахмет айтатынды айтасың, немесе тізім жасап отырасың, немесе жай ғана күліп жүру. Осындай әдіс тәсілдер енді былай қарапайым болғанымен, біз күнделікті өмірде ол жайында оқымасақ, ешкімнен естімесек, ойымыздан шығып кетеді. Мысалға айтады ғой, адамдар қандай ортада жүрсе, сол орта сол адамды қалыптастырады деп. Ал егер ортаңыз кішкене дұрыс емес болса, бір-бірімен ұрсатын, балағаттайтын, әрдайым өмірлеріне бір нала, сондай бір ашу, ызалы, сондай бір орта болсашы, сол себепті өз-өзіңге көмектесіп, сондай кітаптарды оқу керек. Сондай кітаптардың авторларын өзіңіздің ортаңыз жасаңыз. Егер де солар сіздерге күн сайын айтып отырса, күліп жүру керек, мақсатыңа жетесің, соған сену керек деген сияқты дүниелерді айта бастаса, ол сіздің ортаңыз болып қалыптасады. Содан кейін жаңағы жаман ортадан сіз шыға бастайсыз. Сіздің айналаңызға басқа адамдар келе бастайды. Сол үшін сондай кітаптар оқу керек, сондай орта өзіңізге қалыптастыру керек. Кейде біздің бір сыртқы факторлар бізді сол минуске қарай жетелеп кетеді, тек қана өзіміздің бір жалқаулығымыз немесе ұмытшақтығымыз емес, кейде бір өмірімізде сондай бір негативті дүние болады. Сіз қанша жерден тырыссаңыз да, тырыспасаңыз да сол минусқа қарай кетіп қаласыз. Сол кезде маған өзіме көмектесетін нәрсе ол ән айту. Ән айту арқылы көп нәрсені іштегі бір сондай негативті шығаруға болады. Немесе бір караокеға бару. Сол жерде айқайлап тұрып, сол нәрсені әрдайым егер де сондай сыртқы факторлардан сондай бір жаман дүние болса, онда оны шығарыңыз, тек қана өзіңізде сақтап қалуға болмайды. Кейбіреулер билейді, би арқылы жаңағыдай жынданып тұрып билеу арқылы шығару мүмкін. Онда тіпті физикалық түрде сіз сезінуіңіз мүмкін. Немесе өлең айтқан кезде соны бір шығарып тастап айттыңыз. Енді мен өзім сондай адаммын, мен конфликтіні өте қатты жақсы көрмеймін. Сол себепті ол менде ішімде қалса, сол нәрсені сол би арқылы, немесе ән айту арқылы, немесе жаңағыдай хат жазу арқылы, сондай арқылы шығарып тастағым келеді. Одан кейін нәрсе ол позитивті адамдар. Жаңада айттым, егер де сіздің айналаңызда ондай адамдар болмаса, онда өз-өзіңізге сондай орта жасаңыз. Ол YouTube-та қандай күшті видеоблогерлер бар. Мен қазір көріп жүрген видеоблогерім өте күшті қыз, Анастейша Ки деген. Ол Европада өмір сүреді. Және де бүкіл видеолары осындай, как быть эффективным, как быть продуктивным. Өзі де сондай өте күшті қыз, өте позитивті қыз. Жұлдыздардың өмірлеріне жазылғанша Инстаграмда сондай бір шынымен де бір пайдасын тигізгісі келетін, шынымен де сондай позитивті адамдарға жазылыңыздар. Немесе Мими Айкон менің өте сүйікті видеоблогерім. Ол да маған өте сондай бір сезімдер сыйлайды, эмоциялар. Оның өміріне қарап отырып, шын мәнісінде осы дүниелердің барлығы жұмыс істейтініне мен көзім жетеді. Позитив дегеніміздің өзі ол фокус. Біз неге өзіміздің назарымызды аударамыз әрдайым, сол нәрсе біздің өмірімізде яғни күшейе бастайды. Егер де біз күн сайын, ой, осы автобуспен күн сайын мектепке барам, қашан мен өседі екем деген сияқты нәрселер айтатын болса, онда сіз солай болып, сондай сезімде қала бересіз. Ештеңе өзгермейді. Бірақ сіз әр күніңізді шынымен де жаңағыдай мереке сияқты оянғаннан кейін бүгін мені күшті нәрсе күтіп тұр. Бүгін менде күшті бір жаңалық болады. Менің өмірім сондай, күннен күнге менің өмірім жақсы болып бара жатыр. Күннен күнге менің өмірім, арманым маған қарай жақындап келе жатыр деген сияқты шынымен де сондай сезімді сезіне білсеңіз, онда сіздің өміріңіз шынымен де сол позитивті арнаға қарай бұрыла бастайды. Өмірді өзгерту тек қана өзіңіздің қолыңызда. Егер де мені көріп отырған
көрерменім жас болсаңыз, 13-14 жастағы жас болсаңыз, немесе 15-16 болсын, қай жаста болмасын, шынымен де өз өміріңізді өзіңіз қолыңызға ала бастаңыз. Өйткені менде сондай кездер болған кішкентай кезімде, ой, ертең өскеннен кейін бәрі басқаша болады, ой, ертең өскеннен кейін менің арманым орындалады деп, сол бір ертеңді күтіп жүресің. Бірақ шын мәнісінде сізде бір 10 жас болсын, 12 жаста болсаңыз да, сіз өзіңіздің қолыңызда, сіздің күшіңізден ол келеді қолыңыздан. Бір асып бара жатқан дүние емес, ол үлкендердің ісі дейтін. Қазірден бастап өзгерте бастаңыз. Қазірден бастап өзіңізге сондай әдет қоя бастаңыз. Сол кезде ертеңгі өміріңіз келген кезде алдыңызға сізде бәрі де басқаша болады. Сіздерге кішкенде болса пайдалы болған шығар деп ойлаймын. Менімен бұрыннан бері келе жатқан менің көрермендеріме сіздерге көп-көп рахмет айтамын. Мен білем, мен өте көп жиі видео түсірмеймін, бірақ сонда да сіздер мені күтіп, Айжан, қашан видео түсіресің деп маған жазып, қолдауларыңызды көрсетіп жатасыздар. Сіздерге көптен көп алғыс. Достарыңызға, басқа да жақын адамдарыңызға осындай бір кішкене депрессияда жүрген деп айтайықшы, сондай адамдар болса, міндетті түрде бұл видеоны көрсетіңіздер. Егер де сіздерге көмектессе, онда басқаларға да көмектесері анық. Мен сіздерді жақсы көрем. Өмірлеріңіз әрқашанда тек қана плюс жағында болсын, позитивті жағында болсын. Келесі кездескенше. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone.